Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода Рейд атты фильмге шолу жасайтын боламын. Видеоны бар ынтаңызбен соңына дейін көріңіз. Фильм полицейлік фургон көлігінің межеленген орынға жолға шығуынан басталады. Көлік ішінде сержант Джак өз әріптестеріне құрықтау жұмыстарының барысын түсіндіруде. Операция мақсаты аумақтағы есірткімен айналысатын Тама Рияде және оның екі көмекшісін қолға түсіру. Олардың есімдері Энди және ессіз төбет. Кадр фургондағы оқиғаға алмасып, ендігі межеленген жерге жетті. Сержант жолдастарына жігерлі сөздерін жаудырып, топтасқан күйі 38 қабатты ғимаратқа кіре бастайды. Ғимаратқа ену үшін ептілікпен есік тұтқасын ашып, қауіп ортасында сақтана отырып қадамдап жүрді. Жолай қараңғы дәлізде кездескен жас күзетші жігітті теледидар қарап отырған жерінен қолға түсірді. Біраз жер жүрген соң оларға жергілікті доктор кездесіп, өзінің ауру әйеліне дәрі әкелгендігін айтып құтылады. Онымен бірге үй ішіне кіреді. Үй есіктерін құралдармен бұзып кіріп, лап беріп тұрғындарды құрықтайды. Көбісі қашқанымен бәрі бір қолға түседі. Бұлар үшін есірткі топтарына білдірмеу маңызды болғандықтан дыбысын шығармай өз жұмыстарын жасап жүрді. Бірақ дәлізде кездескен кішкене бала оларды көріп, бар даусымен шақырусыз келген полицейлердің бар екендігін айтады. Бала оққа ұшады. Осы сәтте өз көзімен көрген жоғарыда тұрған бала сигналды басып жібереді. Камера алдында тұрған мына жігіт өз адамдарына бұйрық беріп, полицейлердің фургондарын құртуды тапсырады. Фургон ішіндегілер еш нәрсе сезбегенмен бірер сәттен соң нағыз қанды қырғын орын алды. Өзін байсалды қалыпта ұстаған бұйрық берген ғимарат иесі полицейлерге дауыс зорайтқыш арқылы өзінің қатаң сөздерін айтады. Оларға мұнда ешкім аяушылық танытпайтындығын және тек өлім ғана оларды күтіп тұрғандығын жеткізеді. Осы уақытта жасырынып отырған бұларға бір топ қарулы жаулары шабуылдап атыс басталады. Кадр камералы бөлмеге ауысып, есірткішілердің бастығы екі жігітті шақырып, камерадан таныс полицейлерді іздестіре бастайды. Барон басшы олардың арасынан өзінің бұрынғы танысы лейтенант Вахьюмды көреді. Атыс алаңына ауыссақ, отряд есікке ену арқылы үйге кіріп шығу жолдарын іздеу барысында бұлардың ішіндегі Рама атты жігіт жерді балтамен ұру арқылы шығу жолын табады. Алайда төменге түсе сала оны басқа қарсыластары күтіп алады. Жан-жағы анталаған жаулар болғандықтан тірі қалу үшін айқас басталды және атыс кезінде біреуі жарақаттанады. Оны қорғауға алып жарасын қарап жатқанда Рама қолына газды баллонды алып, оны холодильниктің ішіне салып, бұлар отырған бөлмеге кіргісі келіп жатқан жауларына қарсы қойып жібереді. Жойқын жарылыс орын алып, осы сәтке куә болған мына камерадағылар таңырқап қалады. Энди мен жанындағы ессіз төбетке оқиға орнына барып, тірі қалғандар бар ма, соны білу тапсырмасы жүктеледі. Кадр жарылыс орнына ауысып, біраз тірі қалған жігіттер Раманың бастауымен қауіпсіз жолға түсуге тырысады. Дәлізде кездескен бұзақы топтар оларға битамен шабуылдағанымен Рама өзінің төбелес өнерімен көзге түсіп, жеңіске жетеді. Әлдебір есікті қағу арқылы доктордың үйін табады. Кіргізуді өтініп, біраз ойланған дәрігер рұқсатын береді. Дәл сол кезде оларды итше іздеген жауларды келе қалған екен. Дәрігер екеуін қабырға арасында құпия орынға тығып қояды. Үйге бұларды іздеп кірген адам қабырғадан күдіктеніп қолындағы жалпақ қылышын бірнеше рет сұғып көреді. Жолы болып олар аман қалады. Доктор Рамаға дәлізге шықпауды ескерткенімен Рама бәрібір шығады. Оған дәлізде кездескен бір топ банда оған атылады. Рама қашуға тырысқанымен тұйыққа тіреліп, төбелесуден басқа шара қалмайды. Өзінің төбелес шеберлігімен бұл тығырықтан шығады. Банданың басшысына жармасқан күйі терезеден секіріп қабырғаға ілініп үлгереді. Қызығарлық жайт, ол аман қалады. Аяқ-қолын салбыраған күйі ессіз келе жатқанда оны Энди ұстап алады. Айтпақшы, Энди жанындағы екі жігітті лифтте өлтіріп есірткі сатушыларының бастығын сатып кеткен болатын. Бұл уақытта полицейлердің бір бөлігі ғимараттың басқа жерінде отыр. Сержант пен лейтенанттың арасында дау болып, олар бөлмеден шыққан уақытта ессіз төбет оларға кезігіп, сержантпен жеке қарусыз төбелеседі. Адам өлтіретін мына төбелесте ессіз төбет жеңіп, өзінің дәстүрлі әдісімен сержантты өлтіреді. Кадр Энди мен Раманың диалогына ауысады. Екеуінің бауыр екендігі анықталып, Рама ағасынан қалайша осындай өмірге тап болғандығын сұрайды. Рама ағасына осы үйден аман шықсақ менімен бірге жаңа өмір баста деп ұсыныс жасайды. Эндидің бастығына барар уақыты келді. Энди жолда сержанттың өлігін сүйреген ессіз төбетті кездестіреді. Рама лейтенантты тауып оны кінәлай бастайды. Ол қосымша көмек шақырмағандығын айтады. Лейтенант өз кезегінде олардың өздері есірткішілердің бастықтарын барып тұтқындау керектігін айтады. Бұл уақытта бастықтың қабылдауында тұрған екеуінің ішінен барон Эндидің неге ешкімді ұстап әкелмегендігін сұрайды. Ол ешкімді көрмедім деп ақталғанымен қолын қан екенін олар байқап, ессіз төбет оны талдырып тастайды.
қалған полицейлер Баронды тұтқындауға жолға шықты. Жолда орындалған төбелес сәтінде Рама бір бөлмеге кіреді. Ол жерде тұтқынға түскен Энди және оны қансырата ұрған ессіз төбетті көреді. Осы сәтте төбелесіп кетіп, өмір үшін шайқас кетеді. Осы уақытта лейтенант Вахио Барон отырған бөлмеге келіп, оны тұтқындайды. Бірақ бір ойламаған жайт, ол өзінің әріптесін өлтіріп тастайды. Төбелес сәтіне оралсақ, ессіз төбет Раманы өлтіруге шақ қалып, оны дәстүрлі приеммен өлтірейін деп жатқанда, Энди келіп, оны тамағына пышақ сұғып, ессіз төбетті өлтіреді. Екеуі жолда Баронды қолға түсірген лейтенант Вахионы кезіктіреді. Лейтенант бұларды сатып кеткендіктен оларды да өлтіруі мүмкін еді. Ол Баронмен сөйлесіп, соңында оны атып, одан соң өзін атады. Бірақ дәл өзіне келгенде оғы бітіп тұтқынға түседі. Қайтар жолда Рама жанына доктордың үйінде қалған жаралы досын алып келе жатқанын көреміз. Рама Эндиға өзімен бірге жүруін ұсынғанымен, Энди менің үйім осында деп қала береді. Достар, осы секілді қызықты видеоларды көргілеріңіз келсе, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесіде кездескенше.